Қайырлы күн, құрметті оқырман. Қазақ кино өнерінің жарық жұлдызы, Қазақстанның халық әртісі Нұрмұхан Жантөриннің туғанына биыл 95 жыл. Актер 1928 жылы Атырау облысы Махамбет ауданында дүниеге келген. Мектепті бітіргеннен соң Алматының актерлер дайындайтын мектебінің студенті атанып, одан әрі Ташкент театр өнер институтын бітіріп шыққан. Сол жылдан бастап өмірінің соңына дейін Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театрының сахнасында өнер көрсетті. 1967-88 жылдары Қазақфильм киностудиясында актер болған. Осы уақыт аралығында театр мен экранда сомдаған рөлдері, актерлік шеберлігі оны Қазақстан мәдениетінің аңызына айналдырды. Оның бойындағы жұмсақтық пен қызбалық, қайсарлық, баладай аңғалдық мінезі кейіпкерлерінің бойынан да көрініс тапты. Алғашқы рөлі «Аласталған Алитет» фильміндегі Чукча жігіт бейнесі. Ол ұмытылмас Қодар, Кебек, Керім, Сырым, Яга, Мольер, Дон Жуанды ойнап, үздік актерлік шеберлік танытты. Мажит Бегалиннің «Оның уақыты келеді» фильмінде Шоқан Уәлиханов образымен өнер шыңында жұлдыздай жарқырап шықты. Режиссер Болат Мансұров қойған Сұлтан Бейбарыс фильміндегі Бейбарыс бейнесі бүкіл қазақ киносының ірі табысы болды. Бұл образ актер шеберлігінің ең биік нүктесі болып тарихта қалды. Осы рөл үшін Кеңес киносы актерлерінің бүкілодақтық фестивалінде актер мамандығына қосқан аса зор үлесі үшін сыйлығын жеңіп алып, арнайы дипломмен марапатталған. Жалпы 30-ға тарта кинофильм, ондаған спектакльдердегі басты рөлдерді сомдаған. Режиссер ретінде Орман балладасы, Медальдің үшінші жағы фильмдерді қойған. Аса зейінді, зерделі, кітапты көп оқитын тік мінезді, адамгершілігі мол азамат болған. Халық перзентінің 100 жылдығына арналған «Өнер жолы мәңгілік» атты бір кітап бенефисі қордағы Нұрмұхан Жантөрин кітабына арналған. Кітап актердің 80 жылдық мерейтойы қарсаңында қазақ өнерінің қайраткерлері сериясымен Алматы қаласы өнер баспасынан 2007 жылы 152 бетпен орыс тілінде басылып шығарылған. Кітапты құрастырушы әртістің жұбайы, театртанушы Маргарита Йовлева Жантөрина. Өнер дарабозының өмір дерегі, адами қасиеттері мен шынайы болмыс бітімін әріптес, дос, туған туыстары үлкен сағынышпен еске алады. Кітап 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім «Молодость», бұл жерде жас студенттік кезіндегі достарымен түскен фотосуреттері берілген. Екінші бөлім «Театр кино. Первые шаги в искусстве» деп аталған, кино театрдағы алғашқы ойнаған рөлдері. Үшінші бөлім «Зрелость в искусстве», демек әртістің орта жастағы еңбектері. «Апогей в искусстве» деген кітаптың 4-ші бөлімінде Нұрмұхан Жантөриннің кемел жастан асқандағы рөлдері ұсынылған. 5-ші бөлім «Мировая звезда», актер с мировым именем. Бұл бөлімде әртістің әйгілі әлемдік авторларының шығармалары бойынша сомдаған керемет көріністері оқырмандарға ұсынылған. Кітап түрлі түсті отбасылық шығармашылық фотосуреттермен толықтырылып, өнер саңлақтарына көпшілік оқырманға арналған.